Ассаламағалейкум. Армысыздар. Тікелей эфирде Информ бюро сіздермен бірге Лимар Асалих және Мақсат Толықбай. Назарларыңызда бүгіннің басты жаңалықтары. Путин ұсынған Евразиялық одақтың ортақ парламентін құру Қазақстан үшін тиімді ме? Шаршы метрі 90 мыңнан 142 мың теңге тұратын мемлекеттік пәтерді қалай алуға болады? Нелікте Мақпал Жүнісова, Медеу Арынбаев сынды әншілер бұдан бұлай жеке концерттерін өткізбейтін болды. Алматының зейнеткерлері әкімдікті басып алды. Олардың талабы не? Заманауи ақпараттық технологиялар халықты біріктірудің орнына кейде ара жігін ажыратып жібереді. Бүгін Астанада өтіп жатқан әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 4-ші съезінде президент Нұрсұлтан Назарбаев осындай мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысының айтуынша, жаңа ақпараттық коммуникациялар көбіне қоғамда жаңа кедергілер тудырып, адамдарды теріс пиғылдағы әрекеттерге итермелейді. Сетевые ресурсы вместо распространения знаний. Желілік жүйелер білім таратудың орнына көбіне көргенсіз жайттарды насихаттап, өтіріктің етек жаюына ықпал етеді. Ұятсыз әрекеттерге шақырып, адам өлтіруге қатыгездік итермелейді. Соның кесірінен отбасылық құндылықтар жоғалып, бала тәрбиесі әлсірейді, ұрпақ сабақтастығы үзіледі. Бұның барлығы ащы да болса қазіргі өмір шындығы. Съездегі алғы сөзінде президент барлық діндерге ортақ интернет-ресурс құруды ұсынды. Және сол арқылы алдағы уақытта дін көшбасшылары мен съезд хатшылығының интерактивті отырыстарын өткізуге болатынын атап өтті. Адамзаттың таңдауы бейбітшілік пен келісім тақырыбында өтіп жатқан 4-ші съезде дін және әйел, рухани құндылықтар мен қазіргі заманға тегеуріндер, дін және жастар мәселелері қаралуда. Бүгінгі бас қосу барысында ерекше мәлімдеме жасағандар да болды. Мәселен, израильдік раввин Шломо Амар Назарбаев жаңа біріккен ұлттар ұйымын құрды деп атап өтті. Ұлы президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа біріккен ұлттар ұйымын құрды. Тек бұл ұйым халықтарды ғана емес, түрлі көзқарастағы, түрлі мәдени бағыттағы, түрлі ұстанымдағы діндер мен адамдарды біріктіреді. Бұл жерде отырғандар бір-бірінің ұстаныммен келіспесе де бір үстелде отыр. Бәрі әлемде бейбітшілік орнауын қалайды. Дін жетекшілері Назарбаевты жаңа біріккен ұлттар ұйымын құрды деп жатқанда, Владимир Путин тез арада Евразиялық одақтың парламентін құру туралы бастама көтерді. Бұл мәселені Беларусия мен Қазақстандағы әріптестерімен ақылдасатын мәлімдей келе, бұны бәрі шақтайтынына сенемін деді Путин. Алайда бұны мемлекетіміз үшін жақсы құбылыс деп санамайтын саясаттанушылар, ортақ парламент пайда болатын болса, Қазақстан керісінше егеменді шешім қабылдау құқығынан айырылады деп алаңдап отыр. Ресей президентінің пікірінше, үш елдің табиғи ресурстарын, капиталды, адам әлеуетін біріктірсе, Евразиялық одақ бәсекеге қабілетті болады. Яғни, ғаламдық дамуда Европа, ақш, Қытай елдері сынды дамуға мүмкіндік береді деп есептейді. Сондықтан биліктің атқарушы органдарының барлық шешімдері заңмен бекітілуі керек. Тез арада үш елдің депутаттар корпусы белсене кіріспесе, шаруа шешілмейді деді. Саясаттанушылардың пікірі басқа, бірақ Евразиялық одаққа құшағымызды жаю өз еліміздің басын қауіп қатерге тігуі дейді. Дәл осы жағдайда біздің ұлттық мүдделеріміз қаншалықты сақталып қалады? Біз өзіміз дербес мемлекет ретінде шешімдерді қаншалықты дербес қабылдай аламыз, тәуелсіз қабылдай аламыз. Соған бірталай нұқсан келу ықтимал. Сондықтан да менің айтып отырғаным, халықаралық деңгейде осыған мемлекеттің тағдырына қатысты мәселелер асығыс, үсігіс қабылданбауы қажет. Бүгін Алматының бір топ зейнеткерлері қалалық әкімдікті басып алды. Қарсылық акциясын ұйымдастырған қариялар осындай жолмен күн санап көтеріліп жатқан тарифтер мен мардымсыз зейнетақының жағдайын жергілікті басшылардың құлағына жеткізуде қарыпты. Қала әкімі Ахметжан Есімовке кірудің сәті түспеген соң, қарттар ойланбастан президент резиденциясына жол тартқанды. Алайда ашынған зейнеткерлерді Нұрсұлтан Назарбаевтың Астанада ашылған әлем діндері съезінде екені де алаңдатпады. Зейнетақыларын 80 мың теңгеге дейін өсіруді талап еткен қариялар шарықтап кеткен тарифтер мәселесінде ашық айтты. Мы считаем, что стратегические объекты... Біздің ойымызша стратегиялық нысандар мемлекеттің құзырына кіруі қажет. Тұрғын үйлер де осындай аймаққа жатады. Осыған қарамастан онсыз да ақшалары аз зейнеткерлерден үйлерді жөндеуден өткізуімізді талап етеді. Қажетті жерлерді бояңдар, жарық беретін станцияларды жаңартыңдар дейді. Мұны қалай түсінуге болады? Ахметжан Есімовтің қазір зейнеткерлерді қабылдайтын уақыты да жоқ. Алматының атауын Алматыға ауыстырам деп онсыз да басы дауға қалып жүр. Қала басшылығының Алматы атын өзгерту туралы мәлімдемесінен кейін қоғамда
қызу пікір талас басталып кетті. Әлеуметтік желілерде бұл ұсынысты қолдаушылар мен қолдамайтындар қызыл кеңірдек болуда. Тіпті бұл ұсыныстың артында өзге де топтар тұруы мүмкін дегендер де табылуда. Ал Серік Сейдуманов Алматыны Алматыға ауыстыру мәселесі ономастикалық комиссияның отырысында міндетті түрде қаралатынын жеткізді. Серік Сейдумановтың айтуынша Алматыны Алматы деп атау туралы ұсыныстар осы уақытқа дейін де талай мәрте айтылған. Қала әкімі де бұл ұсынысқа қарсы емес көрінеді. Дегенмен парламентте ономастика туралы заңның қаралып жатқанын тілге тиек еткен әкім орынбасары бұл мәселенің 2 айдан кейін нақты шешілетінін жеткізді. Совет уақытында біздің Алматы қаласының аты Алма Ата деген болып тұрғанда, орыс тілінде Алма Ата. Сондай транскрипция болған. Қазірде шетелдіктер қазір ағылшын тілі ғой, қазір білесіз ғой, көп мемлекеттерде дамыған, көп адамдар сөйлейді. Ол жерде де транскрипцияға қарасақ, ол да Алма Ата деген. Сол үшін заңды қабылдансын, соны көреміз. Ондай ұсыныстар бұрында болған. Оны көреміз, ономастика комиссияда қарап. Қала тұрғындары да қаланың атын өзгертуге қарсы, Алматы деп қалдырсын дейді. Біресе Алматы болды, енді Алматы болды, Алматы болып қала берген дұрыс қой. Сонда біз Алма Атинцы боламыз ба, немеле боламыз сонда? Алматы болып қала берсін. Қайта өзгерте берген одан. Менің ойымша бұрынғы, Алматы деп ол отмывание денег. Алматы деген болмайды негізінде. Орысша ат бол. Қазақ болғаннан кейін, қазақ мемлекет болғаннан кейін, қазақтың тілін дамыту үшін айтып жатыр ғой қазір көбінесе ағалар. Оны негізінде Алматы деген қазіргі Алматы деп тұрғанмен, сол тұрыспен, сол тұрған күйінде тұрған жақсы. Ал қала басшылығының бұл ұсынысын саясаттанушы Әзім Байғали халықты жоқ жерден дүрліктіру дейді. Орта ғасырдан келе жатқан Алматы атауы 1993 жылы әзірдегенде қайтарылған. Енді қайта ауысатын болса, жастар жаппай наразылыққа шығуы мүмкін деп отыр. Халықтың жүйкесі сіркедей су көтермей тұрған кезде, жағы Алматының атын өзгертейік деп, ол жағы кәдімгі провокацияға, толқуларға студенттерді тікелей шақыру. Наразылық акциясына. Ол бізге керек емес. Ғаламтордағы кейбір пікірлер қала басшылығының мұндай ұсынысына өзге ұлттардың ықпалы болуы мүмкін екенін жазғанды. Алайда Сейдуманов бұны ешқандай ұлттық мәселемен байланыстырмайды. Ал оның әйелі ұлттық қазақ бар. Даже туған жері бар Чимкент, бірақ та өзі жол болса арқын таза бәр жағынан. Ұлан Тәліпбай, Ернар Құсайынов, Азамат Жанаспаев, Информбюро, бірінші телеарна. Алматыда адам өліммен аяқталған көлік апаты болды. Оқиға орнында жан тапсырған жігіт небәрі 24 жаста. Ал марқұм мінген мотоциклмен соқтығысқан Мерс көлігін алғаш көргендер әкімшілікке тиесілі дескен. Куәгерлердің басым бөлігінің пікірі де осыған саяды. Алайда бірде мемлекеттік нөмір алынып тасталған көлік жекеменшік мекемелерге тиесілі деп бүгін полиция мәлім етті. Ал марқұмның туыстары болса жол көлік оқиғасына қатысты деректің бұрмаланбауын талап етуде. Әкімшіліктің машинасы деп. Адам өліммен аяқталған қанды оқиғаның алғашқы куәгерлері бұл Мерс көлігінің қожайыны шенеунік болуы мүмкін дескен. Айтуларынша қара көлік нөмірі 3 тұздықпен ерекшеленген көрінеді. Сол себепті де алғаш көргендер Мерсті шенеуніктердің қызмет көлігі деп топшылаған. Бірақ бір қызығы апатқа қатысы бар көліктің нөмірі бірден шешіліпті. Оқиға орнында жан тапсырған жігіттің жақындарында осы хабар алаңдатып отыр. Көргендердің дені әкімдіктің көлігі деседі. Машинаның нөмірі де бірден алынып тасталған. Кеше Женяның өзі кінәлі дегендей ақпарат таратты. Біз оған сенбейміз. Біз бауырымыздан, қызы әкесінен, анамыз баласынан айырылып отыр. Сондықтан да бұл қайғылы жағдайға қатысты кінәлі адам, ол мейлі шенеунік болса да нақты жазасын алсын. Әділеттік болсын, біздің досымыз қаралғанымыз қаламаймыз. Тек қана осы әділеттік болсын, қалай болғанын білгіңіз келеді. Видеокамералардың қалай не болғанын түсірген. Ал мына жігіттің есімі Мадияр, көргені ұялы телефонына түсіріп алыпты. Оқиға болғаннан кейін жарты сағаттан соң келген мұнда. Бірақ қанды оқиғаның алғашқы куәлерімен тілдесіп үлгеріпті. Машина артқа айналған, сол кезде болған оқиға. Соны көріп, шетінен біз сондай нәрседен сабақ алу керекпіз ғой. Тұрғандар айтады, бұл әкімшіліктің машинасы деп. Оның қандай машина екенін мен білмедім. Ал ұялы телефонға түсірілген мына кадрларда оқиға орнынан қайтыс болған жігіттің денесі алынып кете сала, қан іздерін шұғыл жуып жатқан тазалық көлігі көрінеді. Евгенийдің туыстарына бұл көріністе түсініксіз айғақ заттар шайылып кетпесе болды деген қауіпте. Я до сих пор в это поверить не могу. А вот приехал сюда на место. Хотим, чтобы
человек неправильно сделал, чтобы он ответил за свои поступки. Ал қалалық ішкі істер басқармасындағылар көлік апатына қатысы бар көліктің жекеменшік компанияға тиесілі екенін мәлім етті. Информация о том, что он является чиновником или представителем одного из райакиматов города или горакимата, это не соответствует действительности. По нашим данным, он является сотрудником одного из частных ТО. Ал небәрі 24 жасында көлік апатынан қайтыс болған Евгенийдің суретін жақындары бүгін ол жан тәсілім еткен жерге қара матамен іліп қойды. Оның бейнесі өзін өмірмен қош айтыстырған қара жолға қарап күліп тұр. Ирина Савитжан, Думан Сүлейменов, Ринат Абулхаиров, Информбюро 31 арна, Алматыдан. 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана ала алмай қалған бюджет қызметкерлері ақыры қоныс тойын тойлайтын болды. Естеріңізге сала кетейік, 4 жыл бұрын бастау алған бұл бағдарлама бөлінген қаржының жеткіліксіздігінен тоқтап қалып, 10 мыңнан астам адам үйлеріне қол жеткізе алмай қалған болатын. Енді үкімет бөлген қосымша қаржы 4 керегеге зар болып отырғандардың бас қайғысын шешіп бермек. Сағадат Әбдіғалиева 2008 жылдан бері мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған үйдің кезегін күтіп сарылып жүр. Мұғалім болып жұмыс істейтін оның жолдасы құжат тапсырып, әкімшіліктің тізіміне ілініп қойса да 4 жылдан бері баспанаға қол жеткізе алмай жүрген көрінеді. Қазірде 6 адамнан құралған бұл жанұя аядай бір бөлмелі пәтерде тарылып отыр. Келіншек аймамай төленетін 30 мың теңгелік жарна сомасында кешіктірмей өтеп отырғандығын айтады. Алайда мемлекет өз міндеттемесін орындамай, өздерін жарты жолда қалдырып кеткеніне қапалы. Біз қаншама оған жүгіріп, сол программадан енді елдер алып атқаннан кейін бізде ой, сондай тұрмысымызды жақсартайық деп жүгірдік, но что-то вот әлі соған надеемся. Енді немесе жаңағы Жилстройсбербанк өзі басқа программаға ашса да, басқа программаға уже ауысу керек па деп уже отырмыз. Надан что-то уже надеялись, никаких этих нету. Жалпы еліміз бойынша 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасының аясында 14 мыңнан астам дәрігер, мұғалім мен жас отбасыларға жеңілдетілген 4% несиемен үй берілген. Алайда тізімге енген тағы 10 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер бұл мүмкіндіктен қағылған. Бүгін халыққа қызмет көрсететін жаңа кеңсесінің тұсауын кескен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің басшылығы аталмыш бағдарламаны аяғына жеткізіп, несиелендіруді аяқтау үшін үкімет 26 миллиард теңге қосымша қаржы бөлген жеткізді. Құрылысы 2010 жылы басталып, тұралап қалған үйлердің құрылысы аяқталып қалды. Алдағы уақытта клиенттерімізді осы үйлерге қоныстандырамыз. Ал өзге орта жалақылы отбасылар тұрғын үй құрылысының 2011-2014 жылға белгіленген жаңа бағдарламасы бойынша баспаналы бола алады. Олардың шаршы метр қымбатырақ болғанына қарамастан, жайлылығы жоғары және де Әл-Фараби, Роза-Бакиев, Шаляпин, Момышұлы мен Мамыр ықшам ауданы сияқты жерлерде орналасады дейді банк қызметкерлері. 3 класты жаңағы пәтерлер салынады. Бұл біздің салымшыларға 142.500 Алматы қаласында, 90.000 басқа облыстық орталықтарда және 112.500 Астана қаласында. Осындай бағамен бағасын салыстыратын болсаңыз, Алматы қаласында жаңағы біз үй салынып жатқан жерлерде үйдің бағасы $2.000 айласында 1 шаршы метрі, ал бізде $950. Қазірдің өзінде банк тұрғын үй құрылыс жүйесі бойынша 3 мыңнан астам келісім шарт жасап, 120 миллиард теңгеден аса несие таратқан. Жанар Жолтаева, Ернар Құсайынов, Информбюро 31 арна, Алматыдан. Қолжетімді баспана халықтың, ал республика сарайы өнер адамдарының арманы болып тұр. Әншілер қауымы республика сарайының жалға беру құнының шарықтап кетуіне наразы. Бағаның 1 миллионнан 3,5 миллионға дейін көтерілуі сапалы, халықтың көңілінен шығатындай етіп, кеш өткізуімізге кедергі келтіреді дейді олар. Халық әртісі Мақпал Жүнісова өз елімізде жүріп концерт өткізе алмайтындай деңгейге жеткеніміз әрбір өнер адамның жүрегіне батады деп отыр. Ал эстрада жұлдыздарын ренжітіп қойған мекеме басшылығы 3,5 миллион теңге әншілер үшін түк емес деп отыр. Республика сарайының қызметкерлері ешкімге ешқандай жеңілдік бермейміз, мейлің халық әртісі бол, мейлі шетелден келген жұлдыз бол деп кесіп айтты. Онымен қоса бағаны жайдан-жай көтергеніміз жоқ. Әншілердің бұлай наразылық танытуы негізсіз. Себебі сол бағаға сахна, жарық, дыбыс құрылғылары кіреді деп отыр. Алматының әкімдігіне қарайтын мекеменің бас есепшінің сөзінше, дәл қазіргі уақытта сарай шығындарын өтеумен ғана жүр. Нысанның ай сайынғы шығыны 30 миллион теңгені құрайды деді ол. 3,5 миллионды любой әртістке мен оны қорғай аламын, біріншіден. Екіншіден, бізде бюджет, то есть әкімшілік, бізге ешқандай тиын беріп атқан жоқ. Жеңілдік ешкімде жоқ. Себебі бұл тариф, ол ең минималды тариф.
мәңгілік сен қаласың сағынышым. Қазақстан Республикасының халық әртісі Мақпал Жүнісова енді жеке концертін өткізбейді, тиісті қаражат жинап алмайынша. Республика сарайының жалға беру құны 3,5 миллион теңгеге шарықтап кетуінен әншінің 9 маусымға жоспарланған кеші кейінге шегерілді. Демеушісіз концерт өткізуге елімізде еш мүмкіндік жоқ деген Мақпал ханым шығармашылық кешін өткізу үшін енді тойға барып ән салып, ақша жинауға тура келіп отыр дейді. 3,5 миллион доллар емес, теңге. Қымбат бізге. Сондықтан да бұл жолғы концертім болмайды деп өзім күзге қалдырып отырмын. Күзге қарай кішкене қор жинап, тойға барып, ақша тауып, содан кейін күзде концертімді беремін. Саусақпен санайтын ғана халық әртістер бар ғой. Соларға көмектесе салуға болады. Тіпті аренданы алмай қойса да болады. Одан біздің үкіметіміз кедей болып қалмайды. Ал жақында ғана 3,5 миллион теңгесін төлеп, шығармашылығының 20 жылдығын 3000 орындығы бар жалғыз концертке лайықталған сарайда өткізіп, пайда түгіл шыққан шығынын ақтай алмаған Медеу Арынбаев та демеушінің көмегінсіз кеш ұйымдастыру мүмкін емес деп отыр. Ең болмағанда Республика сарайының басшылығы халық әртістері мен мәдениет қайраткерлеріне жеңілдіктер қарастырса екен дейді. Нұр үстіне нұр болады еді, 3,5 емес 2 миллион болатын болса, әп-әдемі құн болар еді. Егер де мәдениет қайраткерлері халық әртістеріне елеп солар түсінеді. Қараша халықта сүйікті әншілер үшін жеңілдіктердің берілуін сұрайды. Бағаның шарықтауы соңында билеттің қымбаттауымен аяқталады. Ауыртпалық концерт сүйгіш халықтың қалтасына барып түседі. Сондықтан қалайда сарай басшылығы бағаны түсіру керек деп отыр. Әрине қымбат болып жатыр. Ол үкімет жағынан, мынау акимат жағынан, тағы бір басқа мекемелер жағынан әрине көмек керек. Еңбек сіңген әртістерге болмаса да тегін бермесе де жарты сомада беру керек. Шет жақтан келгенде аямайды ақшаны. Миллиондап, долларлап төлейді. Ал осы уақытқа дейін жаңа тарифпен Республика сарайында 25 шара өтіп үлгерген. Айда Боранбай, Нұрбол Қызықбаев, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Алда көретіндеріңіз. Мәслихат депутатын аяусыз өлтіріп кеткендер кімдер? Тонау ма, тапсырыс па? Балығынан айырылса Атырау қайтып күн көрер. Ғалымдар құрып бара жатқан шабақтарды қалай көбейтпекші? Бұдан өзге де маңыздар қызықты ақпараттар аздаған жарнамадан соң. Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін Ақмола облыстық мәслихатының депутаты болған Александр Клименконың өліміне қатысты 3 азаматқа сот үкімі шықты. Естеріңізде болса, Атбасар аудандағы Новосельский селосында тұратын халық қалаулысы өз ауласында Қандықол қарақшылардың қолынан қаза тапқан болатын. Ақмола облыстық мәслихатының депутаты Александр Клименконы былтыр 26 маусымда өз ауласында атып кеткен болатын. Әйелін қарақшылар байла бұрып соғып ақша талап еткен. Халық қалаулысын өлтірген 3 адам кейін оның көлігіне мініп кеткен еді. Bir жылда жүргізілген істің қорытындысында Новосельский селосының 2 азаматы мен Павлодар қаласының азаматы күдікті деп танылып, оларға қатысты қылмыстық іс жүргізілді. Александр Клименкоға қатысты қылмыстық істі қарап бітірді. Осыған байланысты күдікті болған 3 азаматтың қылмыс жасағаны дәлелденіп, сот оларды 7 жылдан 20 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Ал Атырауда алғаш рет 2 миллион бекіре балықтың уылдырығы бөгетке жіберілді. Су жәндіктерінің қаншасы кәсіпте аман қалатын зерттеп білу үшін ғалымдар оларға арнайы белгі беретін құрылғыда тағыпты. Уылдырықтардың балыққа айналу үрдісі туралы келесі бейне материалда. Балықтардың текті тұқымын өсіру әркімнің қолынан келе бермейтініс. Сондықтан уылдырықтарды үй жағдайында алумен арнайы мамандар ғана айналысады. Қолда ұрықтандырылған уылдырықтар артынша теңіз суына жіберіліп, табиғи жағдайда өмір сүруге үйренеді. Бүгін құрт-шабақтарды бөгетке жібердік. Олардың ішінде сүйрік, шоқыр қызыл балығы, бекіре бар. Зауыттың 7 миллион балықты бір мезетте өсіретін күші бар. Оларды жаңбыр құрттармен қоректендіреміз. Ал мына қара топырақ толтырылған жәшікте калифорниялық тұқымда жаңбыр құрты арнайы өсіріледі. Және бұл омыртқасыз жәндіктерге де мамандар аса қамқорлықпен қарайды. Құрттарды да өсіруіміз керек. Ол құрттарды азықтандыру үшін біздер ячмень, комбикорм, пшеница береміз пісіріліп, 3 мезгіл қадағалап тұрамыз, айына 3 мезгіл жемдейміз. Қолда өсірілген бекірелер мен сүйріктердің табиғи ортада қалыптасу үрдісін бақылау үшін ғалымдар олардың әрқайсына арнайы белгіленген құрылғы таққан. Біз 2010 жылы осы Қазақстанда алғаш рет осы балықтардың салмағын 10 граммнан 25 граммға шейін өсіріп, Каспий теңізіне апарып жібердік. Олардың 100 мыңына данасына чип салынып,
ол чипкінің біз шамамен 2016-17 жылдары осы Жайық өзенінен балық ұстағанда сол кезде біз оларды чиптерді балықтың өсу жолын сол кезде тексереміз. Жаңашылдықты енгізе отырып, атыраулық балық өсірушілер қазақи салт дәстүрді естен шығармапты. Уылдырық шашу кезінде өсім мол болу үшін тіпті құрбан шалып, Құран да оқытылады. Ал тұқымдандыру кезінде зауытқа бөтен адамды кіргізбейді. Айтуларынша, бұл уылдырыққа кедергі келтіруі мүмкін. Әйгерім Асқарбай, Гүлбадам Назбенова, Алмас Бестенбеков, Информ бюро, Атырау облысы. Бүгінгі таңда өзге ұлт өкілдері тарапынан балаларын қазақ балабақшасына берушілер саны өсіп келеді. Бұл бүлдіршіндердің мемлекеттік тілді меңгеруіне тиімді ықпал етіп отыр. Дегенмен елімізде тек бөбектердің 65% ғана балабақшамен қамтылған. Ал ауыл бүлдіршіндері мектеп жанынан ашылған шағын орталықтарда тәрбиеленуде. Бүгінде елімізде 3000-ға тарта орталықтарда 70 мыңдай бөбек білім алады. Ал Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Бәйтерек ауылындағы Жұлдыз балабақшасы бүгін осымен 3-ші жыл түлектермен қоштасты. 25 баланың 6-ы орыс, 3-і түрік, 5-і ұйғыр болса, өзгелері қазақ отбасылардан. Бір қызығы, мұнда тәрбие жұмысы тек қазақ тілінде. Сондықтан топтағы түрлі ұлт өкілдері қазақша ән айтып, тақпақ жаттап, бір-бірімен тек мемлекеттік тілде сөйлеседі. Мекеме басшылары да балаға мектеп жасына дейін тіл үйрету әлдеқайда нәтижелі де тиімді екенін айтады. Балалар еркін қазақ тілінде өлең жолдарын, тақпақтар айтылады, билерін билеп жатыр, жаңағы өлеңдер айтылып жатыр, хорға қатысып жатыр. Енді осының барлығы қазақ тілінің басқа ұлт балаларына үлкен әсері бар. Балалар кәдімгідей қабылдап үйреніп кетіп жатыр балабақшадан. Жарты сағаттан соң түріктің атақты Фатма Гүл телесериалын жіберіп алмаңыздар. Ал Информ бюроның сәрсенбідегі шығарылымы осымен тамам. 31-ші арна қосылуы болсын, келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар.